Мені кешіресің бе, анашым, болған оқиғаның ізімен. Пойызда келемін. Жанымда отырған 40-тар шамасындағы жолаушы әйелдің көз жасы тыйылар емес. Солқ-солқ етіп, шарасыз күйіпте жылай береді. Бірер уақыт өткен соң сәл басылды. Сөйтіп, жанында отырған бір-біріне мүлдем бейтаныс үшеумізге қарап былай деді: бейтаныс бауырларым, жер бетіндегі өзге тірі жан білмейтін сырымды сіздерге айтсам ба, ішім күйіп өртеніп барады, деді. Әлбетте десіп бас екедік. Күйеуіммен жараспай, ажырасып, төркініме қайта келдім, деп бастады ол сонда әңгімесін. Әкем де, шешем де жанында болды. Сөйтіп, күйеуімнен бір балам бар. Төртеуміз тұра бастадық. Жұмыстың қиындығынан ба, білмедім, әйтеуір қабағым бір ашылмайтын. Кәрі әке-шешем бар. Тәттіні аузыма тосып отырғанда да әкем қақыранып қалса, жақтырмай алдымдағы тамақты итеріп төгіп жіберетінмін. Анам сол кезде қарағым-ай дейтін де төгілген тамақты үнсіз жинап алатын. Анам да, әкем де қартайған. Жүріс-тұрыстары қиындай бастаған. Тіпті қарттар үйіне тапсырып тастасам ба деген ойлар келді. Өйткені қатты шаршап келгенде өзіммен өзім болып, рахаттанып, демалғым келетін. Олар үйге бірі кіріп, бірі шығып, тым-тынымсызданып кетті. Астанада жақсы қызметке орналасып, су жаңа джип алдым. Сол джипке әке-шешемді мінгізгім келмейтін. Оларды барар жеріне автобуспен жүргізіп қоятынмын. Мына өмірге ме, қоғамға ма, білмедім, әйтеуір кеудемде бір өшпес өшпенділік болды. Бәрін жек көрдім. Бәрінен бас кештім. Туған бауырыммен сыйыспай, ата-анамды сол бауырымның отбасымен араластырғым келмеді. Анам да, әкем де дауыс көтеріп, бұйыра сөйлеу күнделікті тағдырыма айналды. Кеше аяқ астынан анамның жүрегі ұстап құлап қалды. Мен жұмыста едім. Тас болып қатып қалған жүрегім кезекші дәрігерлер ауруханадан қоңырау шалғанда еріп сала бергенім-ай. Алқынып ауруханаға жеттім. Анам кереуетте жатыр екен. Көзі жұмулы. Кереуетке жетіп, жығылып, өкіре жыладым. Тастамашы, апа, тастамашы. Мені кешірші. Кешірші мені. Мен қазір-ақ бауырыма қоңырау шаламын. Бауырыммен татуласамын. Барлық жағдайыңды жасаймын. Тек көзіңді ашшы. Тек қана көзіңді ашшы, деп көз жасымды төге бердім. Анамның саусағы әзер қимылдады. Бірақ дәрігерлер бұл анамның өміріндегі соңғы минут екенін айтты. Соңғы сөздеріңді тез айтып қал, деп күбірледі. Апа, мені кешірсең, қолымды қысшы, дедім жан ұшыра. Бұл сөздерді не үшін айтқанымды білмедім. Бәлкім өзіме кішкене жеңіл болсын деп. Кейін өзімді өзім жегідей жемес үшін айтқан шығармын. Анам қинала қимылдап, саусағымен қолымды бір рет қысқандай болды. Расымен бе? Мен бейбақты, мен сорлыны кешіресің бе, апа? Дегенімде бірер секундтан соң анам саусағын тағы қимылдатты. Мен бұл жолы анамның мені естіп жатқанын сенімді болдым. Осыдан кейін бірер секундтан соң анам мәңгілік сапарына аттанып кетті. Мен ебіл-себіл боп, жылап, анамның бетіне саусағын сүйе бердім. Бұрын анам тірі кезінде менің бетімнен сүймекші боп ұмтылғанда, бетіңдегі әжімдерің бетіме тигенде жиіркенемін деп сүйгізбейтінмін. Сенесіздер ме? Анам кереуетте жатқанда сондай тәтті болып кетті. Сондай тәтті еді,
әжімдері де сондай сүйкімді болып кетті. Бетінен искелеп, сүйе бердім, ебіл-дебіл жылап. Ал жансыз саусақтары мәңгілік менен ажырамаса екен деп тіледім сол сәтте. Бірақ бәрі кеш еді. Мен ақмақты бір сәтте өзгертіп, тәубесіне келтірген қандай құдірет екенін білмеймін. Бір білерім, өмір бойы анама істеген істерім үшін өкініп өтемін. Әйелдің ауыр әңгімесін тыңдап отырған жолаушылардың бірі: «Ал, әкең қайда?» деп сұрады. «Әкем бе? Әкем анам қайтыс болды деген хабарды естіген бойы жүрегі ұстап құлап қалды. Қазір ауруханада жатыр. Жағдайы жақсарыпты. Телефонмен сөйлестім. Біз анамызды өзі туған Талдықорғанға жерлеу үшін алып кетіп бара жатырмыз. Анамның мүрдесі бауырымның көлігінде», деп айтты әйел. Жүйдеген пойызға жүрдек уақыт ілесіп, әр сәтте түн түсіп, бәріміз ұйқыға жаттық. Әйел түнімен ауыр күрсініп, дөңгештеп шықты. Таңертең тұрғанда, әйел бір түнде бірден 10 жасқа қартайып, шөгіп кеткенде сезілді. Қолымызды мезгілінен кеш сермеп қалып жүрмейік, бауырлар. Анаңызды жақсы көретініңізді айтып, жиі құшақтап, бетіне сүйіп, исіне тойып алыңыздар. Достар, болған оқиға сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазыңыздар. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.